Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы қарагие, бүгінгі сабақтың тақырыбы жаяу жарыс. Жаяу жарыс ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары ұрпақ тәрбиесінің, дене шынықтырудың, әлеуметтік қарым-қатынастың, ұлттық дәстүрдің маңызды бөлігі. Ойындар тек көңіл көтеру үшін ғана емес, балалар мен жастардың физикалық, психологиялық және мәдени дамуына қызмет етеді. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше орын алатын жаяу жарыс, яғни адамдардың жылдамдыққа, төзімділікке және табандылыққа жарысуы. Жаяу жарыс қазақ халқының көшпелі өмірінде кең тараған дәстүрлі спорт түрі. Бұл ойын қатысушылардың физикалық шеберлігін шыңдап қана қоймай, олардың шыдамдылығын, өз-өзіне сенімін, командада немесе жеке жарыста тәртіп пен әділдік қағидаларын меңгеруіне ықпал етеді. Ойынның шығу тарихы. Жаяу жарыстың шығу тарихы қазақтардың көшпелі өмірімен тығыз байланысты. Ежелгі заманда қазақ балалар мен жас жігіттері мал жайлау, аңшылық, күнделікті тұрмыс жағдайында физикалық төзімділікті дамыту үшін бір-бірімен жаяу жарысып, шапшаңдыққа бағынған. Этнографтардың пікірінше, жаяу жарыс тек ойын емес, сонымен қатар көшпелі өмір салтының маңызды элементі. Жарыс арқылы жас ұрпақ еркіндікке, батылдыққа, табандылыққа тәрбиеленген. Кейін бұл дәстүр ауыл мерекелерінде, Наурыз, жазғы жайлау мерекелерінде ұйымдастырылған. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Жаяу жарыс бұл қатысушылардың белгіленген қашықтыққа жаяу жүгіруі. Ойынға балалар мен жастар қатыса алады, кейде ересектер арасында да жарыстар ұйымдастырылады. Негізгі принциптері. Шапшаңдық пен төзімділік. Физикалық дайындық және ептілік. Стратегиялық ойлау, қашықтықты дұрыс есептеу, күшті үнемдеу. Әділдік пен спорттық мәдениет. Жарыс бірнеше түрге бөлінеді. Қысқа қашықтыққа жүгіріс 50-200 м. Ұзын қашықтыққа жүгіріс 500 м 1 км. Командалық жарыстар немесе эстафета түрінде ойналуы. Ойынның негізгі ережелері. Бір ойынға дайындық. Жарыс алаңы тегіс, қауіпсіз жерден таңдалады. Қатысушылар жарысқа арнайы киім мен аяқ киім киеді. Қашықтық алдын ала белгіленеді. 2. Жарыстың басталуы. Қатысушылар старт сызығында қатар тұрады. Старт сигналы бойынша жарыс басталады. 3. Жарыс барысы. Қатысушылар белгіленген қашықтыққа жаяу жүгіреді. Күшін үнемдеп, дұрыс стратегия таңдау керек. Бір-біріне кедергі жасамау және әділдік сақтау маңызды. 4. Қауіпсіздік және тәртіп. Жарыс кезінде жарақат алмау үшін ережелерді сақтау міндетті. Қатысушылар бір-бірін қолдауы және әділ жарыс көрсетуі керек. 5. Жарыстың аяқталуы. Қашықтықты бірінші аяқтаған қатысушы жеңімпаз деп жарияланады. Кейде жеңімпаздарға сыйлық немесе марапат беріледі. Жаяу жарыстың тәрбиелік мәні. 1. Физикалық даму. Жүрек-қан тамыр жүйесін нығайтады. Дененің бұлшық еттерін шынықтырады. Төзімділік пен шапшаңдыққа үйретеді. 2. Психологиялық әсер. Сабырлылық пен табандылыққа тәрбиелейді. Өзін-өзі басқаруды, күшін дұрыс бағалауды үйретеді. Жарыс барысында жеңу мен жеңілісті қабылдауды үйретеді. 3. Әлеуметтік және мәдени тәрбие. Командада жұмыс істеу, бір-біріне қолдау көрсету дағдыларын қалыптастырады. Ұлттық дәстүр мен әділдік қағидаларын дәріптейді. Қазіргі замандағы жаяу жарыс. Қазіргі таңда жаяу жарыс мектептегі спорт сабақтары мен ауылдық мерекелерде жиі ойналады. Спорт секциялары мен олимпиадаларда ұйымдастырылады. Командалық жарыстар мен эстафета түрінде өткізіледі. Жарыс балалардың, жасөспірімдердің және жастардың денсаулығын нығайтуға бағытталған. Жаяу жарыс қазақ халқының ұлттық спорт дәстүрін сақтаудың және ұрпаққа жеткізудің маңызды құралы. Бақылау сұрақтары.
1. Жаяу жарыс ұлттық ойын ретінде қалай қалыптасты? 2. Ойынға кімдер қатыса алады? 3. Жарыстың негізгі мақсаты неде? 4. Жарысқа дайындық кезінде қандай талаптар сақталуы керек? 5. Қысқа және ұзын қашықтыққа жарыс арасындағы айырмашылық неде? 6. Жарыс барысында қандай шеберліктер қажет? 7. Жаяу жарыстың тәрбиелік мәні қандай бағыттарда көрінеді? 8. Қазіргі заманда жаяу жарыс қандай іс-шараларда өткізіледі? 9. Ойын қатысушыларға қандай психологиялық әсер береді? 10. Неліктен жаяу жарыс қазақ халқының ұлттық спорт дәстүрі ретінде бағаланады? Келесі сабақтың тақырыбы белдесу. Назарларыңызға рахмет.